Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Келесі жылы қазақстандықтар үшін мерекелер саны қысқарады деп хабарлайды ел.кз ақпараттық агенттігі. 2023 жылы мерекелердің көбі аптаның ортасына сәйкес келеді, сондықтан ұзақ демалыс күндері өте аз болады. Келесі жылы 5 күн жұмыс істейтін қазақстандықтар үшін 245 күн жұмыс және 120 күн демалыс күндері бар. Ең ұзақ демалыс күндері қаңтарда. Жаңа жылға 3 күн, 1, 2 және 3 қаңтар. Наурызда 3 күн, 21, 22 және 23 наурыз. Сәуір және мамырда Қазақстан халқының бірлігі күні 3 күн, 29, 30 сәуір және 1 мамыр. Сондай-ақ отан қорғаушылар күні мен жеңіс күніне 4 күн, 6, 7 және 8 және 9 мамыр. Шілдеде жұмыс күні сенбіге ауыстырылғандықтан 4 күн демалыс болады. 6, 7, 8 және 9 шілде. Желтоқсанда тәуелсіздік күні 3 күн. 16, 17 және 18 желтоқсан. Өйткені 16 сенбі күнге сәйкес келеді. 2023 жылы Рождество мерекесі қосымша демалыс бермейді, себебі 7 қаңтар сенбіге сәйкес келеді. Егер діни мереке сенбі және жексенбіге сәйкес келсе, қосымша демалыс бермейді. Құрбан айт 2023 жылы 28 маусымға сәйкес келмек. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.